Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен свежий болып шығатын және де витаминге бай салатты жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Толық керек заттарды төменге жазып қоятын боламын. Алдымен орам жапырағымызды осылай ұзынша майдалау етіп турап алатын боламыз. Достар, алдымен маған тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сонда менің әрбір салған рецептімді өткізіп алмайсыздар. Турап алған орам жапырағымызды осылай мен ұзыншасынан қойдым. Екі жерге қойып шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, егер қаласаңыздар, бір реттен қоюға болады. Мен осылай екі жерге қойып шықтым. Сәбізімізде менде свежий сәбіз, қайнатылмаған. Бұны да теркадан шығарып, тарелкамызға қоятын боламыз. Жұмыртқамыздың ішіндегі сарысын алмаймыз, тек сыртындағы ағын ұзынша етіп турап, тарелкамызға қойып шығамыз. Егер сіздерге тарелкаға салып араластыру қиын болады десеңіздер, бір ыдысымызға араластырып алып, сосын тарелкаға салуға да болады. Колбасамызды да осылай ұзынша етіп турап, тарелкамызға қойып шығатын боламыз. Ендігі кезекте піспеген қызылшамызды теркадан өткізіп, салып шығатын боламыз. Бұл салат өте пайдалы, қонақтар келгенде тез әрі жеңіл салаттардың бірі. Ортасына енді мен картошка пай пісіріп салдым. Оның жасалу тәсілі менде жоғарыда көрсетіліп тұр. Міне, енді үстіне майонезімізді әдемілеп сеуіп, дастарханымызға тарта беруге болады. Өте керемет, витаминге бай салаттардың бірі болды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.